Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кейбатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Белгісіз біреулер Роза Рымбаеваның қайтыс болғаны туралы жалған ақпарат таратты. ВКонтакте желісінің қолданушылары танымал әнші Роза Рымбаева қайтыс болды деген ақпарат таратты деп хабарлайды vnews.kz. Әлеуметтік желідегі Сейтжан Өмірзақ есімді қолданушы Роза Рымбаева жол апатында қайтыс болды деген пост салған. Оны тағы да басқа да желі қолданушылары өз парақшаларында бөліскен. Ал өз кезегінде әнші Роза Рымбаева бұл уақиғаға қатысты дереу пікір білдірді. Демек, мен ұзақ өмір сүремін. Алайда мұндай қауесет таратқан адамның есі дұрыс емес және қалжыңдасуды білмейді екен. Енді соттасамыз, деді Роза Рымбаева. Әнші қазір Астана, кейін Атырау қаласында концерт береді. Алдағы күндерде Алматы қаласына келеді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.